осындай бір қиын есептерді бір қараған кезде шығару бір қиын секілді көрінеді. Бірақ негізінде бұл есептер шығару амалдардың орындалу реті білсеңіздер ешқандай да қиын емес. Бізде амалдардың орындалу реті ең бірінші бізде жақшаның іші орындалады. Одан кейін дәреже орындалады. Одан кейін көбейту, бөлу, қосу және азайту орындалады. Егер қосу мен бөлу қатар келетін болса, екеуінің біріншісі қайсысы тұр, сол орындалады. Себебі көбейту мен бөлудің дәрежесі бір. Қосу мен азайтуда да солай. Қайсысы бірінші келеді, сол орындалады. Себебі қосу мен азайтудың дәрежесі бірдей болады. Енді бізге берілген осы есепті шығарайық. Бұл есепті шығарған кезде ең бірінші біз неге назар аударамыз? Жақшаға назар аударамыз, иә? Демек, біз бұда жақшаны шығарып алайық. 15-тен 9-ды азайтамыз. Ол бізде 6 болады. 180 бөлу 6 қосу 8 көбейту жақшаны орындаймыз. 17-ден 7-ді азайтамыз. 10 болады. Азайту 11. Мына жерде енді бізде бірінші 180-ді 6-ға бөлеміз. 180-ді 6-ға бөлген кезде 30 шығады. Қосамыз. Енді мына жерде көбейту берілген, соны шығарамыз. 8-ді 10-ға көбейтетін болсақ, 80 шығады. Азайтамыз 11-ді. Енді мынандай жағдай болған кезде біз бірінші қосу бірінші келіп тұр, демек қосуды орындаймыз. 30-ға 80-ді қосатын болсақ, бізде 110 шығады. 110-нан 11-ді азайтамыз. 110-нан 11-ді азайтатын болсақ, бізде есебіміздің жауабы 99 шығады. Дәл осылай сіздерде амалдардың орындалу ретін білетін болсаңыздар, есептеріңіз дұрыс әрі оңай шешілетін болады.